Сәлем достар, менің kanalıma hoş geldіңіздер. Бүгін мен сіздерге балаларға таңғы ас 10 минутта дайын болатын таңғы асты жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде нәрленнің сосискасын қолдандым. Осыны қабығынан ажыратып аламыз. Барлығын қабығынан ажыратып тазалап аламыз. Осылайша барлығының қабығын тазалап алғаннан соң менде 3 картоп кетті. Картоптарды да қабығынан ашып тазалап жуып аламыз. Осылайша 3 бөлікке бөлеміз барлығын. Егерде сіздер қаласаңыздар басқаша сосиска қолдансаңыздар да болады. Картоптарды да осылайша етіп дөңгелек жұқа қылып осылайша кесіп аламыз барлығын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Әлі мен сіздерге талай рецептерді түсіріп көрсететін боламын. Картоптың ортасына сосискамызды салып, осылайша ағаш спашкамен өткізіп аламыз барлығын. Біртіндеп осылай 3 танадан тізсеңіздер болады. Осылайша барлығын тізіп шығамыз. Міне достар, менде осылай болып шықты. Өте керемет көрінеді. Менде қызып тұрған майға осылайша 3 танадан салып, барлығын бір шетін қызартып аламыз да, қызарғаннан соң астын бетіне қаратып, бетін қуырып аламыз. Мінекей осылайша етіп, астын үстіне қаратып, үстін астына қаратып қуырып алсаңыздар болады. Егерде май тимей жатқан жер болса, осылай ожауымыздың көмегімен майды сеуіп қызартып алсаңыздар да болады. Осылайша бір рет болса да өздеріңізге жасау мүмкіндігін беріп, балаларыңызды қуантсаңыз өте керемет болады. Міне осылайша болып шықты барлығы. Менде 10 дана спашка осылай шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.